Бүгін үштіктер туралы айтамыз. Яғни 3-і, 12-сі, 21-і, 30-і күн туылған адамдар. Бұл адамдар жалғаулы болады, бірақ өте везучий адамдар. Бұлардың қастарынан әрқашан бұларды обеспечить ететін адамдар табылады. Бұлар тула сап бастық болғысы келетін адамдар ғой. Любой жерде мындай бір айтады ғой, бір карьерный рост деген болады ғой. Вот сондайлардан ондай қажет емес қой бұларға. Бұлар сразу на вершине отыра салғысы келеді да бұлар. И бір нәрсе айтсаң бұларға, үштіктерге, я знаю все деп жауап береді. Мен білем, оны айтпай-ақ қойшы дейді. Үштіктің бәрі сондай. Сондықтан көпшілікте оларды түсіну өте қиын басқа адамдарға. Бұларда түсінуге тырыспайды ешкімді. Например, екіліктер хорошо понимает людей, да, гибкие же, а бұлар тік мінезді түсінуі қиын болады адамдарды. Сондықтан бұлардың достары аз болады үштіктердің. Үштіктерді бәрі меркантильный деп ойлайды, но на самом деле меркантильный емес. Просто үштіктердің қастарында сондай адамдар табылады әрқашан, что обеспечивать ететін үштіктерді. Понимаете, они просто везучие үштіктер. Сондықтан, егер семьяңызда осы үштіктер болса, бала шағаңыз, әйеліңіз, әке шешеңіз деген сияқты, сіздің жұмысыңыз көтерілмей жатса, жаңағыдай бір какой-то бір проблема болып жүрсе, ақша жағынан деген сияқты, доходыңыз көтерілмей жатса, доходыңыз түсіп бара жатса, осы семьядағы, именно семьядағы үштікке подарка жасап, бір киімдер алып берсін, бұл өзіңіздің жағдайыңыз жеткілікті бір нәрсе жасасаңыз, сіздің доходыңыз сразу көтеріледі. Семьяда бірінші орын үштікті сіздер обеспечивать ету керексіздер. Сол кезде сіздің доходыңыз 2 есе көтеріледі. Вот, они созданы для этого, үштіктер. Өздері жұмыс істесе, оңай жол тауып алады бұлар. И солай істейді. Егер обеспечить ететін адамы болмаса, үштіктердің, бұл үштіктер оңай бір жұмыс тауып алады. И сол жұмыспен көтеріп атады. В основном 12-сі 21 күнгілер жақсы жұмыс дейді, а 3-і 30 күнгілерді в основном жаңағыдай кто-то обеспечивает. Бір-бірінен айырмашылығы. Үштіктер принципиально болады басқаларға қарағанда. 12-сі мен 21 күн туылғандар бір-біріне ұқсайды бұлар старается андай целеустремленный болады да, старается бір жетістікке өздері жетуге тырысады. Біреулерге арқа сүйей бермейді да. А вот 30 күн туылғандар более емес, больше азартники. Бұл үштіктердің ішіндегі ең азартниктер осы 30 күн туылғандар. Оңай, жеңіл ақшаны қалайды.